Баршаңызға қайырлы күн. Шай ішуге өте дәмді, өте керемет сүзбелі сочник дайындаймыз. Бізбен бірге болып, сіздерге де осы рецепт бойынша дайындап көруге кеңес берем. Алдымен ыдысымызға дүкеннің сары майы, шекер, қаймақ, жұмыртқаның сарысын және қопсытқышты қосып, масы біркелкі болғанға дейін шекер ерігенше осылай араластырып аламыз. Одан кейін үстіне қаймақты қосып, араластырып, енді дайындап қойған ұнымызды қосып, орташа тығыздықтағы осындай қамыр илейміз. Қамырымызды тындырып бір 10 минуттай қоя тұрамыз. Оған дейін салмасына бізде үйдің сүзбесі, қаймақ, шекер және жұмыртқаның ағын қосып, араластырып дайындап қойдық. Енді жаңа қамырымызды барлығын бір мөлшерде кесіп алып, дөңгелетіп, жайып аламыз алдын ала. Осылай барлығын біркелкетіп жайып алып, болғаннан кейін кішкене үнді сеуіп, оқтаудың көмегімен жаямыз. Енді арасына салмасын салып, екі жағын кішкене бүреміз, ашылып кетпес үшін. Барлығын противеньге салып, пергамент қағазын төсеп, соның үстіне қоямыз. Одан кейін жұмыртқаның сарысын осылай әдемілеп, шөткімен бәрін үстіне жағып шықтық. Енді қызып тұрған пешімізде 20 минут салып қойсақ, осындай дәмді, жұп-жұмсақ сүзбелі сочнигіміз дайын болады. Ас болсын.